Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. $1 үшін 1000 теңге. Экономист теңгені долларға шаққандағы шынайы бағамын атады. Маманның айтуынша, теңге 2 жыл бұрын босату керек еді. 2020 жылдың өзінде $10 шаққандағы бағамын қандай да бір сыртқы факторлар мен геосаясатқа қарамастан 500 теңгеден асып кетуі керек еді. Жасанды түрде теңгені ұстап тұру тек тұрақтылықтың көрінісін ғана жасайды. Бірақ шын мәнінде экономикаға кері әсер тигізеді дейді экономист. Ұлттық банктың интервенция арқылы ұлттық валютаны тежеу әрекетінің қателік қана емес, тіпті ақымақтық деп санайтынын айтады. Тек соңғы жарты жылда бұған 3 миллиардқа жуық доллар, ал 2 жылда 20 миллиардқа жуық қаржы жұмсалды. Теңге тежеу құрсауынан босаса экономика аяққа тұра алады. Мемлекет өнімділікті артыруға назар аударады, ал адамдар табыс табуға бет бұрады. Ал бұл өз кезегінде бүкіл экономиканың нығаюына әкеледі. Теңгені $1 үшін 600, 700, 800 теңге бағамына жіберу керек. Ең дұрысы $1 үшін 1000 теңге. Сол кезде ресейлік өнімі өте қымбат болады. Сонда миллиондаған қазақстандық жұмыс істей бастайды. Үстел құрастыру, заттар тігу, тігін шеберханалар ашылады. Яғни біз шынымен валюта бағамын босатсақ, импорт қымбаттаса, адамдар жұмыс істей бастайды. Содан кейін ол тиімді болады, деді экономист.